Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі ауызашар ас мәзіріне харчо сорпасын дайындаймыз. Және көкөністен салат. Харчо сорпасы бұл Грузиннің ұлттық тағамдарының бірі. Бірақ мен бүгінгі сорпаны қазақшалап дайындайтын боламын. Қажетті азық-түліктер: жылқының сүйекті еті, сәбіз, пияз, қызанақ, бұрыш, сарымсақ, томат пастасы және күріш қажет болады. Қазанға етімізді салып, су құйып қайнатамыз. Қайнап тұрған су құйсаңыз 5 минутта, қайнамаған су құйсаңыз 15 минутта қайнайды. Сорпамыз қайнады. Енді жақсылап көбігін аламыз сорпаның. Сорпаның мөлдір болатыны, тұнық болатыны осы көбікке байланысты. Яғни барлығын асықпай, әдемілеп алып тастау керек. Қазанның бетін жауып, 1 сағат қайнатамыз. Сорпамыз 1 сағат қайнады, етіміз пісті. Етті сүзіп аламыз. Одан соң сорпаны тағы да бірнеше рет жақсылап сүземіз. Ішінде қалып кетпеу керек көбіктің қалдықтары. Сорпамыз 1 сағат қайнаған азайды, сондықтан үстіне қайнап тұрған су құямыз. Бұл тағамның басты ингредиенттерінің бірі күріш. Жуып алдын ала тазалап қойған 100 грамм күрішті саламыз. Қызып тұрған табаға май құямыз. Енді турап қойған көкөністерімізді біртіндеп бірінен соң бірін қуырамыз. Алдымен пиязды жақсылап араластырып қуырамыз. Қатты қызарып кетпеу керек пиязымыз, күйіп кетпеу керек. Үстіне томат пастасын саламыз. 1 ас қасық араластырамыз. Пияз қатты күйіп кетпеу керек, аңғарып қарап отыру керек. Турап қойған қызанақтарды саламыз және сәбізді саламыз. Барлығын бірге араластырамыз. Табаның астындағы от қатты болғандықтан көкөністер күйіп кетуі мүмкін, аңғарып отыру керек. Енді жартылай ащы бұрыштарды саламыз. Тағы да араластырып тұрамыз. Табаның астындағы от өте жоғары тұрады, күйіп кетпеу керек, жақсылап қарап тұру керек. Енді пісіп шыққан етімізді тураймыз. Майдалап тураймыз. Турап болған еттің барлығын жаңағы қуырылып жатқан көкөністердің үстіне салып қуырып аламыз. Туралған етті көкөністің үстіне 10 минут қуырамыз. Енді сорпадан 1 ожау алып, осылай қуырмаштың үстіне құямыз. Осы сорпада тағы да 10 минут бұқтырамыз. Көкөністер мен ет дәмдері бір-біріне үйлесіп, бірінің дәмін біріне сіңіріп, осындай бір тамаша қуырмаш шығатын болады. Табаның астының отын азайтып, қақпағын жауып, табаның 10 минутқа дейін ашпаймыз. Бұл уақытта сорпада қайнап жатқан күрішіміз пісейін деп қалды. Енді табадағы барлық ет пен көкөністі сорпаға саламыз. Міне қараңыздар, сорпаның түсі қандай болды? Өте әдемі. Иісі де бұрқырап жатыр. Енді тұз саламыз. 2 шай қасық тұз салдым. Қара бұрыш саламыз. Және аздап қызыл бұрыш себемін. Егер қызыл бұрыштың дәмі ұнамайтын болса, салмай-ақ қоюға да болады. Біздің сорпамыз дайын болуына аз уақыт қалды. Бетіне майдалап турап қойған сарымсақты саламыз. Және кинза саламыз. Менде құрғақ кинза. Егер үйде свежий кинза болатын болса, свежий шөпті салыңыздар. Сорпамыз дайын болды. Қақпағын жауып, қазанның отты өшіріп, 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минутта өте тез дайын болатын оп-оңай көкөніс салатын жасап жіберейік. Бұл салат харчо сорпасымен өте жақсы үйлеседі. Оған қажет пекин капустасы, қияр және қызанақ. Пекин капустасын жақсылап жіңішкелеп турап аламыз. Одан кейін қиярды қиғаштап тураймыз және ортасынан бөлеміз. Өйткені ірі болып кетуі мүмкін салаттың ішінде. Ал помидорды өте майдаламай, сәл ірілеу қылып турап аламыз. Бұл салатты жасауға 5 минут уақыт кетеді. Тез-тез мінекей осылай дайын тұрған көкөніспен ыстық тағаммен қосып бере қоясыздар. Міне салатымыз дайын. Енді заправкасы: тұздаймыз,
қара бұрыш саламыз. Аздап қызыл бұрыш қосамын. Ұнамаса қоспай-ақ қойсаңыздар болады. Және зәйтүн майымен заправка жасаймыз. Жақсылап араластырып салатымызды. Көкөністерді бір-бірімен жақсылап араластыру керек осылай. Яғни үстіне салынған зәйтүн майы, тұзы, бұрышы барлығы жақсылап араласуы тиіс. Ыстық тағамға өте керемет үйлеседі көкөніс салатының дәмі. Сондықтан да бүгінгі ауызашарға осы салатты дайындауды ұйғардық. Ауызашарға 5 минут қалған кезде дастарханды дайындай бастаймыз. Салатницаға дайындап қойған салатымызды саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте тамаша, тәбет ашатын көкөніс салаты шықты. Ыдысқа ыстық сорпаны құйып, салатпен бірге ұсынамыз. Бүгінгі әзірлеген харчо сорпасы мөп-мөлдір тұп-тұнық әп-әдемі болып шықты, және оған қоса ұсынған көкөніс салаты да тәбет ашатындай дайын болды. Достар, менің каналымда көптеген әлем халықтарының рецептері жинақталған. Осындай дәмді рецептермен әлі де бөліскенімді қаласаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырау басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.